Сіздерме достар, бүгін біз 684-ші есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде шие тосабын дайындау үшін оған қосылған қант барлық шие тосабының 5-тен ішіндей, қалғаны шие жемісі. Тосаптың құрамындағы шие жемісі қанттан 2 килограмм кем. Тосаптың массасы неше килограмм? Осылай ұзын сызық сызып шығамыз. Барлығын x деп белгілейміз. Бізде қант 5-тен үшін құрайды. Бұл қант. Ал қалғаны бізде шиені құрайды дейді. Бізде 2x бөлу 5 болады. Бұл шие, өйткені 3 пен 2-ні қоссақ 5 болады. 5-ті 5-ке қысқартсақ x шығады. Біз бұл жерде қант пен шиені теңестіруіміз керек, бірақ шие жемісі қанттан 2 килограмм кем екен. Сондықтан біз шиеге 2 килограммды қосатын болсақ, шиемен теңеседі. Бізде 3x бөлу 5 тең 2x бөлу 5 қосылған 2. 3x-тен азайтамыз 2x-ті бөлу 5 тең 2 болады. Сонда бізде x 10-ға тең болады. Біз 5-ті 2-ке көйтсек 10 шығады. Сонда бізде тосаптың массасы 10. Бізде қанттікі 3 көбейті 10 бөлу 5. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 10-ды 5-ке қысқартсақ 2. Сонда 6 болады, 6 килограмм. Ал шиенікі 2 көбейті 10 бөлу 5 1 болады. Мына жерде 2 болады. Сонда 4 болады. 6-ға 4-ті қоссақ 10. Сонда тосаптың массасы 10 болды.